Сәлем достар, бүгін біз тағы да очередной офферларды разбор жасап жатырмыз. Мақсатымыз әртүрлі бағыттағы азаматтар менің бағытыммен кім түсе алады, қандай бағытқа, қандай бағдарламаға түсе алады деген секілді сұрақтар болады. Сол себептен соны разбор жасау үшін түсіріп жатырмыз. Қазіргі бүгінгі түсіретін именно бағытымыз бұл көбінесе заң бағыты, именно политика, заң, одан кейін барып финансы, экономика бағытында мен қайда түсе аламын деген секілді сұрақтар болады. Соны давайте разберем. Әйгерім ханым? Болған көбінесе тапсыра алатын кісілер мемлекеттік қызметтегі банк қызметкерлері, международный отношения дейді ғой, мынау МИДта жұмыс жасайтын. Қазір сіздерге офферларды жеке-жеке айтатын боламыз. Британиядағы Бристол университеті East Asian Development and the Global Economy. Былайша айтқан кезде бұл Шығыс Азияның развитие Восточной Азии и глобальная экономика, былайша айтқан кезде өте узкий мамандықтардың бірі. Келесі Джорджтаун университетінен біздегі программа International Development Policy Program. Международный сонда развитие, политика развития международной политики, былайша айтқан кезде. Одан кейін Master of Arts in International Affairs. Это международные отношения. Бұл University of South Floridaдан келген. Northeastern деген университет бар, Бостон қаласындағы. Бұл жерде Global Studies and International Relations. Глобальная наука и международные отношения, былайша айтқан кезде. Бостон университетінен тоже International Relations программасы бізде. Келесі Texas A&M деген университет бар. Бұл жерде Master of International Affairs, MIA деп аталатын программа. Яғни халықаралық политикаға барамын, одан кейін барып жалпы посол боламын, келешекте Құдай қаласа политический должность аламын, немесе халықаралық компанияларда жұмыс істеймін десеңіз, осы секілді керемет бағдарламаларға түсуге болады. Енді құрметті заңгерлер, заңмен айналысатындар, немесе келешекте адвокат, халықаралық адвокат, мықты компанияларда адвокат боламын, немесе заң саласынан эксперт боламын деген азаматтарға байланысты бағдарламалар. Өйткені заңгерлер болашақпен тапсыра ала ма, шетелге түсе ала ма деген сұрақтарыңыз болатын болса, түсе алады. Бірінші университет Англиядан, University of Sussex'тен International Technology and Intellectual Property Law, LLM бағдарламасы. Яғни Master of Laws негізінен, общий. Бірақ соның ішіндегі именно интеллектуальный intellectual property. Оның мысалы не бар ғой бізде авторские права. Авторские права сондай нелерді бекітуге байланысты. Шетелде өте керемет дамыған, өйткені жаңа изобретение болады да, соны авторские права алады. Окей. Екіншісі Вашингтон университеті, Америкадағы Вашингтон университетінен оффер Law General, Master of Laws, общий бағдарламасы School of Law ға шақырту алған керемет программа University of Washington'да, Сиэтл қаласында заңгер бола алады. LLM-ді бітіргеннен кейін Америкада білесіздер, сразу адвокат болуға болады. UEA, University of East Anglia, и бұл жердегі тағы да бір law бағдарламасы Англиядан алынған оффер. Келесі Washington University in St. Louis. Жәнедегі Washington университеті емес, басқа бір Washington университеті уже орталық Америкада, St. Louis, и программасы LLM программасы, плюс Dean Scholarship жеңіп алған, Master of Laws, 2-year program in Master of Laws бағдарламасы. Керемет. Келесі University of Southern California, Gold, School of Gold дейді. 2-year Extended Master of Laws бағдарламасы. Тоже супер бағдарлама. University of Aberdeen, и бұл жерде біздің бағдарламамыз қандай? Тоже LLM бағдарламасы, Master of Laws. Общий барлығын өткені бір жерге жинадық. Супер. Яғни, егерде заңгер болам дейтін болсаңыздар, осындай бағдарламаларға, немесе басқа да сізге тиімді бағдарламаларды қарастырсаңыз болады. Келесі, бұл енді көбінесе экономика, финансы, басқарушылық жағына кетеді. Global Supply Chain and Logistic Management, логистика, былайша айтқан кезде. Бұл Sussex университеті Британиядан алған. Келесі UIC, University of Illinois, Chicago. Бұл жердегі маркетинг, Master of Science and Marketing. Маркетинг, оның маркетинг білесіздер, тек қана ол қазіргі біздің Инстаграмдағы реклама емес, маркетингтің направлениялары өте көп.
келесі Master of Science Environmental Science and Policy Program. Бұл жерде енді қоршаған ортамен байланысты соның политикасы сол программа. Келесі Йорк университетінің Human Resource Management HR, былайша айтқан кезде кез келген компаниядағы кадр бөлімін басқарушылық. Келесі Master of Public Policy Social Science and Humanities дейді. Бұл біздегі мемлекеттік қызметтегі азаматтарға сәйкес келетін программа. Жалпы 2025-те бізде өте көп Public Administrationға тапсырғандар болды. Сөйтіп болашақтың конкурстарына қатысты. Қазіргі таңда көптеген офферларды күтіп жатырмыз. Мен еще біздің болашақты жеңіп алған тағы бір кісі есіме түсіп кетті. Ана жерде не жатқан кезде. Именно бірінші біздің supply chain management бойынша. Өйткені supply chain management, логистика supply chain managementқа қызығып жатқан, Инстаграмнан сұраған өте көп азамат болды. Так, финансыға байланысты жинаған офферлар бум болып жатыр. Именно финансыда. Біріншісі Northeastern University Master of Finance бағдарламасы. Одан кейін барып бізде Boston University Financial Management бағдарламасы. Arizona State University'ден біздегі бұл бағдарлама. Boston University Merit Scholarship, Master of Science in Applied Business Analytics, бизнес аналитика, финансы. Одан кейін бар Pitt, University of Pittsburgh-тан бізге offer Business Analytics бойынша. Одан кейін барып бізде бағдарлама Northeastern-нан бізде тоже Business Analytics бойынша. Arizona State University, Carey School of Business, Master of Finance, Masters of Science in Finance бағдарламасы. Бостоннан тағы да Financial Management бағдарламасы. University of Miami-ден scholarship-пен бірге 22.500 solidный scholarship-пен бірге Finance MS бағдарламасы. Quantitative Finance бағдарламасымен, именно качественный анализ жасауға бағытталған Northeastern дегі университет. Супер. Сіздің университет, Нью-Йорк университеті, топовый университет, именно финансы бойынша, financial planning. Қазір білесіздер, Дональд Трамптың баласы именно Нью-Йорк университетін таңдап, сол жақта оқып жатыр. И как раз таки осы School of Business-та. Financial planning бағдарламасы. University of Sussex, Financial Mathematics. Accounting. Манчестер университетінен аккаунтинг, бухгалтерияға барамын, именно сол жақ маған қызық дейтін азаматтарға. Тағы да бір бағдарлама University of Birmingham, MSc Accounting and Finance, бухгалтерия и финансы. Newcastle University, MSc Finance, Queen Mary University of London, Corporate Finance, просто финансы емес, именно Corporate Finance. University of York, Marketing, Recruitment and Admission, мен департаментті оқып жатыр екем, MSc in Finance and Investing. Тек қана финансы емес, инвестментпен тоже айналысу. University of Bath, MSc Finance. Көргендеріңіз бойынша офферлар әртүрлі университеттерден, әртүрлі бағдарламалардан. Сол себептен сіз қай жақта оқығыңыз келетін болса, қай саланың маманы болғыңыз келетін болса, карьераңызды қай жақтан дамытқыңыз келетін болса, болашақтың тізіміндегі бағдарламаларға сәйкес, университеттерге сәйкес сізге бағдарлама таңдалынады және сол жақтан сізге оффер алынады. Ақжол, барлықтарыңызға тек қана сәттілік. Менің бағдарламамнан ешкім түспей жатыр ғой демеңіздер, басқа да выпусктардан именно сіздің бағдарламаңызды қарастыратын боламыз. Сау саламат болыңыздар.